Manzilini жетеме жетпейме білмей, сол пилигрим темасы арқылы кетеді. Яғни бұнда бұл пилигрим темасының капитаны, яғни капитан Гуль болады. Бұл Гүлдің хәйелі һәм баласы. Бұл Америка тарихке бармақшы болып, сол жерде жасайды. Яғни ол жерде хәйелінің аты миссис Уилсон, баласының аты Джеймс Гуль саналады. Бұл яғни бес матрос аспазы һәм миссис Уилсонның әкесі Бенедикт болады. Бұл Бенедикт көбінесе хашаратлар шыбын-шіркейлермен көп қызығатығы болған, сондай экологиялық факторларға жүр қызығы. Бұндай шыбын-шіркейлерді көп іздерлейтін болған. Яғни олар кетіп баратқан бес матроспен кетеді. Жолда кетіп баратырғанда олар Валеттан қашып келатырған бес матрос, яғни бес негрге ұшырасады. Яғни бұнда негрді Африка материгінде көп қана адамларды сатып жіберетін болған. Бұл адамларды қол есабында сататын болса, сол жерде политтан қашып келатырған болады. Яғни ол жерде Динго деген ит те болады. Сол кемелер апатқа ұшырайды. Оларды кейін пилигрим темасын тауып алып, өздерінің кезінде темасын жайғастырады. Яғни ол 6 негрдің аты бар: Остин, Аттойн, Геркулес, Том болады. Ондаған сол бар, бұл Томның баласы болады. Олар Геркулес деген жүзді денесі қарадан келген жүзді күшті бар, денесіне сыймай баратырған солай еді. Сол уақытта Америка тарихке кетіп баратырған уақытта бір уақиға жүз береді. Яғни көп кит сол кеменің қасында ұшып жүреді, кеменің қасында жүзіп жүреді. Сол уақытта киттің майлары жүзі көп қымбат болатын болған, кейін оларды сатып алмақшы болады. Бірақ оларды қысы бұндай соны алған уақытта апатқа ұшырайды. Бес матрос мен сол капитанның апатқа ұшырайды. Сол жерде кішкене ғана 15 жасар Диксен болады. Яғни Диксен капитан Гульдің жақын жолдасының перзенті болады. Кейін ол кеменің жұмыстарын тоқпана түсінетін болған, оларға жәрдем береді. Сол уақытта Негроди келіп бар еді, бірақ ол